Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау біздің жаңағы күшті қазақтарды, мен қазақ дейтін күшті спортсмендер, танымал адамдарды біздің көзіміздің бақырайтып құртып жатыр шетінен, ұялмай, наглым образом. Жәнібек Әлімханұлыға допинг беріп, мен күмәнде болғандай, оны шеттет не ол жерді сөйтіп, СМИ-ларға пост етті. Олардың бәрі жамандап шықты, ой, бүйтті сөйтті деп. Енді артынша Шавкат Рахмоновты не қылды. Если мынау Шавкат Рахмоновты не қылған не себеп? Мына Шавкат Рахмонов естерінде болса, былтыр жаңа айтқан, мына қазақ халық байлықтың бәрі жаңа халыққа пайдалану керек, халыққа не қылу керек деп еді, аналарда дереу жаны шығып кетті да, мына Шодиев жаңа киім не дейтін жаңа Гаджиевтер дереу жаңа оған менің немене бойынша күмәнім бойынша жаңа организовать етті ДТП әйеліне. Әйелі аман қалды, адам қайтыс болды. Ол 27 июль 2025 жылы болды. Білесіз ба? Сөйтіп, оны мен ішіндегі не только Шадиев, ішінде МВД-ның бастығы, басқа биліктердің барлығы, КНБ, прокуратура бәрі ішіндегі замешан, заказ болған енді менің күмәнім сондай. Сөйтіп, не қылып кетті, жағы осы Шавкат Рахмонов именно жағы мынау дагестанец Ислам Махачевпен төбелесуге дайындап отқан деп ойлаймын. Нақ десеңіз, жағы Ақ үйде, Белый домда жағы УПЦ-ның президенті Дана Уайт, соны Ислам Махачевте тек қана Шавкат Рахмонов жеңеді деп, соны дайындап отырған. Шавкат Рахмоновты ұмтылып, осы жақында ғана тренировкаларда секіп жүрген. Не қылам деп. Түсініңіздер ме? Ол дагестанец, біздегі мынау Гаджиевті дагестанец. Мынау Шодиев, олар көремайды қазақтың алға шыққанын. Бір жағынан өзбектер ондай дәрежеге жетпеген дәрежеге. Бокс болсын жағы, ММА болсын. Жағы баяғыда Әлімханұлы ананы жеңгенде, мысалы, Головкин айдалада қалатын еді. Қазір Головкинді менің пікірім бойынша оны президентке мүмкін дайындап отқан шығар. Осы жақында Головкинді мемлекет гос деймі, жеке қабылдап отыр. Өзбекстан президенті Мирзиёев Головкинді. Бір жағы бір президенті сияқты. Или ол соны мүмкін ішінен біледі ғой, олар мафияның бәрі соларда ғой. Жағы келешек осы президент боламы деп қабылдап отыр. Или Головкин оған жағы барып рұқсат сұрап отыр ба, мен осындай деп алдына жығылмақшы мафия болған. Түсіндің ба? Как? Все хорошо. Благодаря вам, брат. Он сказал, пока руководитель. После Астаны. А біздегі билікте жүрген шестерка болғаны ғой сонда. Оны сөйтіп, оны қарсы алып, на государственный уровне Головкин не қылады, айдала қалатын еді. Міне жақта қазақи Жәнібек Әлімханұлы бүкіл әлемге гүрілдейтін еді, қазақтарды. А ондайды жоқ. Енді мына Шавкат Рахмонов, Ислам Махачев пен дагестанец енді өзі қорқып жүрді, Дагестан, Ислам Махачев дейтін. Соны мынау Гаджиевтер алды, мынау мен пікірім бойынша жағы МВД, жағы КНБ, олармен бүйтіп крутить етеді. Енді өзіңіздеріңіз біліңіз, соны Тоқаев назначать етеді ғой. Жылына былтыр ма СМИ-ге сетсек, 140 миллиард доллар жоқ қылған бір жылдың ішінде. Ашейін ол жағы немнеден бөлінген, одан басқасы қаншасы бар. О кіммен бөлісіп жатыр? Әрине Ресейдің ФСБ жағын біздегі анау билікпен бөлісіп жатыр. Сөйтіп полиция немелерге влиять ете алады. Гаджиев. Анау дагестанец Гаджиев. Махачев. Сөйтіп мына жағынан мыналарын бәрі бірігіп, мынау Шавкат Рахмоновты қорқытқан. Ол мүмкін кейбіреулер айтатын шығарсыздар, ол аяғы травма болды. Ол травма болған, мен басынан өткен, мен білем, ол қалай не қылады. Ол шайтан арқылы біздің КМБ дереу порча қатты жібергенде, сенің өлтіргіш келсе, иманың күшті болса өлтіре алмайды. Иманың, сол үшін ол не. А бірақ аяғыңды ауыртып, предупреждающий, аяқтан ұрады бірінші. Қолдағы жаралар шығады. Сөйтіп Шавкаттың аяғын ауыртқан, ол білмейді, бала ғой. Врачқа барады, врачтың бәрі солардың астында, биліктің астында. Не десе мафияны соны істейді,
Мысалы мен сіздерге дәлел әкелейін, 2010 жылы мені әбден 2 ай қинаған. Больница түсіп қалғанда. Масқара енді бір ұйқы сияқты бір жүгірейін десең кете жүгіре алмайсың, келейін десе келе алмайсың, өз-өзіңе келе алмайсың, қиналып жүресің. 2 ай сөйтіп қиналған. Сөйтіп балам түстема келіп қап, коридорда телефон болады ғой, медсестралар отырды. Соны алып қалып еді, кете қалған. Сонда жаңағы бас дәрігер ана звондап жатыр екен, зап отделениеге, не болды анау деді, ол айтып жатыр, болды әбден қиналып өлетін болды, жақында уже не алатын шығар уже деп еді. Бас дәрігер айтты, давай оны мен саған скорый берем деді, ана химпосовка больницаға апарып таста, чтоб в конце воду, бұяқта қайтыс болмады деп. Сонда балам естіп, мен химпосовка больницаға апарғанда қай шу көтеріп не алған екен, журналистерге айтам дегенге қойды. Мен өз-өзіме 2010 жылы. Осы жақында 2025 жыл август айда олар көзі жетіп, мен тоқтамайтынымды. Не қылып? Өлтіргісі келді. Қайтадан мынау целый врачтар, 30 адам врач консилиум не алған, бұда рак болды деп, сөйтіп мынау сен бір аптан операция жасамасаң, сен анау уже опасно, 100% сен рак почки, сен алып тастау керек почки, или шетін не қылу керек, ал оны құдай біледі, не қыламыз деп, 100% деп неғып тұрған. Сөйтіп мен жатқызып, қинап өлтірмекші ғой сөйтіп, рахаттанып. Инфекция заносить етіп, сен шетін кесіп тастап, іріңдеткізіп, сөйтіп қинап өлтірді. Или сразу өлтіретін еді. Мұны видеоны көресіздер, дәлел. Басқа ол бөлек пост шығарам ол туралы. Осы августа. Он бір аптаның ішінде не қылады деген, мен әлі осыға 7 ай болды, жүрмін ешнәрсе. Анализдерді өткіздім басқа жерін. Бұл жерде барлығы биліктің банданың астында. Корейский жағы медицинский компания болды, турецкий бәрі соларда жағы. И мынау қайсы жеке компаниялар медицинский қандай болса солының астында. Түсіндіңіз ба? Моментально не қылады. Сол үшін врачтардың бәрігі сол астында сөйтіп айтқан, действительно ауырып қалды, Шавкат бала білмейді, ауырып қалды. Не қылған екен, жүре алмай қалады адам, түнде тұра алмай қаласың. Аяғына порыйдан жағы неміне қандар шығып кеткен. Баяғда сөйтіп оны кейбіреулер айтуы мүмкін, ол шетелде операция жасады. Шетелге де ақша ғой ол. Апарып формально жасады ма, жасамады ма, или ақша берсе, ол жасамады, жасаған ақшасын берсе, жасады дейді. Сөйтіп Шавкат Рахмоновты қорқытып, или сенің әйелің мына сотталады, или сен отказаться ет, отбой деп сөйтіп условие қойған. Сөйтіп мынау жаңа найзаға кел өтіріктен кастильмен деп. Аяғымын ауыратын адам өлсе келермін, найза қарамай ма, өзі жек көреді, бармайды, уфосен қарамайтын адам. Сол елін көнші не қылып. Түсініңіз ба? Айтпесе қазақ тілі десе өліп қалатын Шавкат Рахмонов баяғыда жаңа УФС-де талай адамдар жеңіп шығып келгенде, бұяқта әкею орысша сұрақтар қойып, қайта орысша сұрағанда қазақша жауап беріп, қазақша не алатын адам қазір уже сұрақ қойса, мына конституцияны қалай қазақ тілсе, қорқады жауап беруге. Уже не қылып атқан жоқ, до того қорқытастан. И әлем сотталады, и жоқ, не қылып жібереміз деп мүмкін. Түсіндіңіз ба? Аяғы ауырып атқан, керек болса тағы порча жібереді. Сол үшін айтатыным, мен сіздерге аппликация айтайын, имандарың күшті болсын. Айтса баяғыда өлтіріп қояды мені. И жаңағы Құран оқып тұрыңдар. Олар ондай жек көреді, мына преследовать еткен адамдар иманы күшті болса, олар түк істей алмайды. Ашим уақытша бір нәрсе не қылады, өздеріне не қылады, оны белгілі барында. Сонымен оның ішінде мен ойлаймын, министрші сәденіп замешін. Нақ десеңіз, ол адам әтей умышленное убийство емес қой. Мысалы, Өтемұратов 20 миллиондай доллар Ресейден келген, қағып келген жағы немнен Рыбакина қосты. 20 миллион доллардай соны тренировкаларына, популяризациясына шетелге не алсын деп, ол Қазақстанды жеркеніп, Олимпиадаға Қазақстан атынан бармай қойды керек болса. Кейін жағы Қазақстан туын көрсетмен берді. Міне жерде ары кетсе аңларға 100 мың доллар екі адам қайтыс болып берсе, болды, адам қайтыс болатын адам қайтыс болды, мен алыңдар десе, қанша ақшам берсе болды. Баяғыдан примирение сторон қылып жүретін еді ғой. Полицияны өз ақсындырып жүретін еді. А бұл именно жағы 27 июльде авария болса, қазір январдың жағы аяқ жағына кеп сотқа не алды. Как раз Махачевпенен Дагестанпен не алатын. Оның бәлігі МВД, мен осыны ойлаймын, КНБ мына ұятсызнаға немне алған. Генеральный прокурор бәрі замешан, бәрі жағы накрутчике. Менің пікірім, күмәнім бойынша Гаджиевті. Гаджиевтің артында анау Тоқаев тұр деп ойлаймыз.
Оның артында жағы Гаджиевті тағы мына ФСБ поддержить етеді, нағып десең аяқтан 140 миллиард доллардан менің ойымша бөліседі, мынаяқтан содиып, қазақта шықпасын. Біздің тарихты да соларға сатып жатыр. Ол тұрмақ біздің батырларды. Баяғыда Шавкат Рахмонов қазақ емес, ол өзбек деп жүрген біздің КНБ-ның боттары, полицияның боттары, акиматтың боттары. Жағы Сабыр Рахимовты қазақ емес, өзбек деп соларын неғып жүрген. Қазір мына Майя Бекбаеваны салып, жағы өзбекский ханство деп өтіріктен приспособленка ұятсызды неғылып сөйтіп біздің жағы батырларымызды бізді көзімізді бақырайтып қойып құртып жатыр. Жәнібекті байқұс қазақ халқым артында бар, қазақпын мен, қазақский стиль деп не қылғаны мін шеттеп жерді. Ешкім нәрсені қылмады, СМИ-лерім бар, спорт 24 дейтін бар. Бәрі ой, ол болды, ол жаңағы действительно допинг екен, одан титулдарын бәрін алып қояды екен. Ол мысалы шыны сондай да болса жасыру керек қой. А бұлар жабылып жағы, мен уже опытым бар ғой. Жағы орысша айтқанда клевать етіп жатыр Жәнібек. Енді Шавкат Рахмоновқа да сөйтіп не қылып жатыр. Түсіндіңіз ба? Мен айтатыным сол үшін Шавкат Рахмонов сен кет, сен керек болса бұяқ не қылмайды. Мынау бір шанс болып тұрды сенде. Билалды да сонымен шықпай қойғанда да сонда аяғын ауыртып қойды. Айтпаса Герриде сөйлескенде тұқ былқ етпей шығып еді ғой. Именно немнен алдында. Жағы Кастильмен найзаға кел дегенде де осы жағы Гаджиевті істеп жатқан. Өзі шестерка арқылы. Қол мынау әтей олар ұстап отыр жағы мынау немнелер сияқты. Беспринципный әшен бір тетақ сияқты біреулер жүреді. Қорқақ. Сөйтіп солар арқылы крутить етеді. Бір мафиозник болған, сол айтқан, я ему так глубоко в задницу руку засунул дейді, что шевелю его губами дейді. Түсіндіңіз ба? Вот өздерің мен айтпай қойын жағы, кімге мен көрсетіп жатқан. Ол біздің крутить етіп жатқан, бізге әртүрлі заң не қылып жатқан, еш нәрсе не қылмайтын дегендер, жағы осында мафия, Шодиев, Ким, Ни, осы оңбағандар. Кливановтар бар, Қытай немлер бар, солардың істеп атқан тірлігі. Мысалы, Мұстафа Өзтүрікті өлтірді, білесіздер. Назарбаевтың жағы мен күмән бойынша приказмен беріп өлтірді. Оны засекречен до сих пор. Ол адамды 4 мәрте жағы депутат қой. Мен айтпай қойын кім екен. Қанат Исламды да сөйтті. Қанат Исламды алып та жағы олимпиадаға жібермей, бүйтті сөйтті. Арман Оспановты понуждать етті. 5-6 қызы бар, үйі жоқ, квартирасы жоқ, жеңіп жүргенде ешқандай көмек бермей, кейін жаңа полковникке жеңіткізді. Қолын бәрі жаңа порчинабай деп шайтан арқылы мынау жаралармен шыққан, көрдіңіздер. Соны жаңа Бекбауов дейтін ба жаңағы, Алашпырайт па, соны немес понуждать шығарып жіберіп еді. Арман Оспанов жеңіліп еді жаңағы Егембердиевке. Оларға Шымкент әкімі жеңілген үшін жаңа Путиннің любимчикі, полковникке 4 бөлмелі пәтер берді. Жеңіп жүргенде бір тиын бермейтін еді. А жеңілгенде 4 бөлмелі пәтер берді Арман Оспановқа. Егембердиевті де сөйтті. Біреуге жеңілткізгенде. Түсіндіңіз бе, қандай политика? Бізде ешкімге шығартқызбайды. Шавкат, балам, сен сенбе ешкімге. Сен Утемуратовқа сенбе. Сен сөйтіп ұстап отыр әтейі. Капқанда сен оны 5-10 теңгесін қарама, тегін зал, тегін тренер деп, ондай тренер Базыровты да 0 ол, не рыба, не мясо. Кет ояқтан, шетелді қайта Америкаға барып тұр. Сен ояқтан $1,000,000 табасың, сояқтан сен қазақ халқы мақтаныш не қылып отырады. Сөйтіп шетімізден бәрін сындырып жатыр, шетімізден күшті қазақтарды құртып жатыр, тілді де сөйтіп не қылып жатыр. Осы сатқын биліктің жағы істеген ісі деп ойлаймын. Түсіндіңіздер ма? Нағыз оккупация, сомен енді мен мына жерде айтылған жағы. Баяғыда сол мені осындай пытать еткен үшін айтайын дегенім, мен оларға жауаптатқа татқызғам. Онда Мырзахметов Аким Жамбылской области. Сөйтіп, анау Жұмағұлов департамент здравоохранения Жамбылской области жұмыстан алдырсқызып, машин бөгірмен құтылайын деді, соны қоймай видеоны доказательство қылып алып тастады. 2-3 орынбасарын алып тастады. Жағы пытать еткен жағы оңбаған бас дәрігерменен жағы зам полицейный часть, оны соттатқызып жібердім. Оның бары комиссияны, мен комиссия создавать еткен ғой, мен осындай пытать еткен екен. Сон отделдің бастығы акиматтың өте грамотный жас жігіт, енді жас болғанда где-то 35-40 жастардағы. Өте немне.
Соны жағы аллардың айтқанына КНБ жағы сөрді прокуратура, как мен күмән бойынша, Антикорн айтқанына тыңламай, амал жоқтан енді соларды жауапқа тартқызды ғой. Әбден жағы Мырзахметовке тісін мынандай қылған екен, сөйтіп аналар енді КНБ айтқан істеп, приказын істеп мен өлтірейін деді ғой. Сөйтіп олардан жұмыстан алып тастады. Сол үшін олар жағы бірінші 9 микронда взрыв организовать етті, отрицательный мотив Мырзахмет жұмыстан алып тастады КНБ. Мен күмәнім жағы немне. Кейін болмаған екен жағы Қордайский погром жасады. Дунганда. Чтобы мынау Мырзахметовті отрицательный мотивтен жұмыстан алып тастады. Оның үстіне ол Таразда ақша ұрламай, әшейін шоколадка қылып жүрген. Көшіп кеткен немістер, гректер таңғалады өзі, парк, әдемі, цветущий, любой жағына. Оның орнына әкетті Бердібек Сапарбай, бәрін білесіздер, марқұм Бардүрбек дейтін еді ғой, қазір соның тірлігін жағы мынау қазір албатын әкімдер, басқа әкімдер Бардүрлерді ауыстырып, жаңасын жаңаға сөйтіп делос не қылып. Сол қазақ елім. Осындай мен осы жерде айтылған өзім жеке пікіріме, көз қарасыма, жағы күмәніме өздерің көз қарасыңдар немелеріңді жазсаңыздар болады. Маған жағы менікі дұрыс па, жоқ менікі бұрыс па. Бірақ мынау Головкин үшін жағы Жәнібекті алып құртты. Оның үстіне өзбектердің боксерлар ешкім ондай дәреже жеткен жоқ. Не үшін? Головкин баяғыда есіңізде болған, жек көріп қалған тағда ол біздің Данияр Елеусенов өзінің картынан алып тастады да, бокс отқаны. Сөйтіп орны өзбекті алған. Өзбектердің баяғыдан связь. Ол білет. Бізді өзбектер погода жасап атқан, билік жасап атқан солар деп, сол үшін жағы Мирзиёев личный приемда как президент сияқты қарсады. Мұны видеоны көрдіңдер, и мені жағы қалай врачтар жағы өлтіріш келіп, осы августта операция жасау керек, бір аптаның ішінде айтпаса месяц таза кетеді, сонымен сені почкаңды алып тастау керек, болмаса бүйту керек деген. Мен отырмын ғой, Аллаға шүкір. А это что, операцию надо проводить? Обязательно. Там прям написано, что это там. Там же мне сказали, что особой нету там. Кто сказал? Ну вот это там как. Вот кто бы не сказал, у вас написано суспиция ЦР правой почки, подозрение на рак правой почки. А, это подозрение на рак правой почки, да? Это обязательно операцию надо делать? 100% надо. Да? Пока мы можем еще попытаться сохранить почку, потом уже почку не сохраним. Уже всю почку удалять придется. А это сложная операция, да? Сложная. Орган сохранить намного сложнее, чем удалить его. Легче убрать, чем сохранить. А я вам еще предлагаю пока сохранить почку. А там это как вот это через вырезать надо будет? Нет, лапароскопически проколами можно делать. Это сложная, да, операция? Сложная операция. А сколько длится? 5 часов длится. Какая разница, сколько длится вам? И за 30 минут можно сделать, и за 10 минут сделать. Качественно надо сделать. Час где-то длится эта операция. Могу и не проснуться. Ну, ваше право. Сонда оның үстіне келіп, тағы да мынау поликлиниканың бастықтары звондады ғой. Ойбай, болмайды біраздан кейін, үндемей отырған екен. Бар аңлас деп аэропорттан кейін. Соңыз ба, өлтіре алмай жүр. Причем қинақ өлтіргісі келеді. Стоматологты талай не қылған. Келеді да келіп, өтіріктен, укол салмайсың ба десем, жоқ, кас-каска дейді, 3-4 стоматолог. Ой, бала, кесіп без наркоза не қылады, қасына телефонды қойып қояды мен қасыма. Как раз не қылып. Не дейді, наружный связьбенен. Ар жағында естіп тұрдым. О, десем, анаяқтан, бол, немене ғой естіп қойгім. Анаяқтан, жарайсың деп рахаттан. О, кім біледі жағы, мынау, КНБ бастығы ма, мынау сияқты, Саденов сияқтылар ма. Жоқ, ана Назарбаев, Тоқаев өзі отыр ма. Жоқ, мынау МВД-дің бастығы ма ар жағында отыр деп сөйтіп не қылатын еді. 3 мәрте қылмыстық іс возбужден, бәрі податқа ешкімге не қылған жоқ. Өте көп ондай. Любой жерге не қылғысы келеді. Түсіндіңіз бе? Сол үшін қанша маған угроза келіп жатыр, қанша не қылады, сондай пыткалар жасаған, басынан өткен, сол үшін мынау врачтарға сенім жоқ. Мынау солар арқылы мынау КНБ шайтан жағы тірліктер арқылы порчамен Шавкат Рахмоновты сөйтіп шеттеп жет, болды енді. Үлкен шанс еді. Қазақтар бүйт көтеріліп кететін еді. Ол бүкіл Америка дүние жүзі гүрілдеп кететін еді.
И жағы баламызды Жәнібек Әлімханұлы да жетім болып қалды. Сүмірейіп қалып байқұс бүйтіп қалсаң. Қазағым деп, әне, не болды? Бәрі қазақтар жағым. Бас салды, Смилердің бас салды. Ой, ол баман екен, бүйткен екен, бізді алдаған екен дегенде сөйтіп. Шавкат Рахмонов түрі мынау болды. Жақсы, тағы да рахмет айтамын. Менің айтылған күмәніме, көзқарасыма өздерінің көзқарастан жазсаңыз болады. Мынау видеоны көрдіңдер. Жақсы.